Саңырауқұлақ қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, вешенки саңырауқұлағы, қайнатылған картоп 150 грамм, ұн 50 грамм, күнбағыс майы 135 мл, 1 бума ас көк, 150 грамм пияз, 1 болгар бұрышы, 1 сәбіз. Дәміне қарай тұз бен бұрыш. Саңырауқұлақтарды тазалап, жуып, 1 литр тұзды суда дайын болған уақытқа дейін қайнатамыз. Қайнатылған саңырауқұлақтарды суытып, ет турағыштан өткіземіз. Саңырауқұлақ қайнатылған суды төкпеңіз, ол қажет болады. Саңырауқұлаққа пияз, ұн, 2 ас қасық май, ас көк, ірі үккіштен өткізілген картоп қосамыз. Тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында өнімнің орамын жай ғана бір-бірінен ажырата отырып, салманы салуды жалғастырамыз. Нәтижесінде фаршпен тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, орнықтырады. Биік таба ыдыста күнбағыс майына жіңішке туралған сәбізді, жартылай дөңгелектеп туралған пиязды және болгар бұрышын қосып 2-3 минут қуырамыз. Сонан соң дайын қуырмаға саланганиді тігінен бір-біріне тығыз орналастырып, оның жоғарғы деңгейіне дейін саңырауқұлақ сорпасын құямыз. Тұз себуді ұмытпаңыз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып, 13 минут қайнатамыз. Сонан соң отты өшіріп, 2 минут бұқтырамыз. Саланганиді абайлап, түбінен демей отырып салыңыз. Дастарханға ыстық күйінде талғамыңызға қарай балғын немесе маринатталған көкөністермен немесе тұздықпен ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.